Ассалаумағалейкум рахматуллахи ва баракату. Біріншіден, менің достарым, жұма қабыл болсын, жұма мүбәрәк болсын. Барлық тілеген дұға тілектеріңіз Алланың құлағына шалына берсін. Осы қазір видеоны бастаймын. Осы озвучканы тыңдап алсаңыздар деп едім. Осы каналға кім не подписанный, осы подписка батырмасын басып каналды қолдап кетсеңіздер деп едім. Алдын ала рахмет. Приятного просмотра. Видеоға көре берсеңіздер болады. Сау саламатта жүздескенше. Ассалаумағалейкум достар. Қалдарыңыз қалай, баптарыңыз қалай, құстарыңыз қалай, өсіп жатыр ма, сатып жатсыздар ма, алып жатсыздар ма? Жалпы қалдарыңыз қалай? Менің қалым жақсы, шүкір, ақырындап. Міне мынау күрік тауық, өзі дакан, балалары полевый, темный, мраморный. Міне осындай балапандар. Бұларға старт жем беріп жатырмын. Міне старт жем. Осындай старт жем беріп жатырмын. Сулары жай свежий су. Күнде ауыстырып отырам үш уақыт. Бұларды мына жақта Лигорн далматинстарын білетін боласыздар. Осы Лигорн далматинстан бір балапан қайтыс болды, өліп болды. Себебі мына күрік тауық өзім балапандарын қорғаймын деп, мыналардың басын шұқиды тамақ бергенде. Сол себептен аяқта есіп қойып қойдым. Жалпы ол жайлы емес, қазіргі видео балапандар жайлы. Міне өсіп қалды балапандар. Бұл балапандарға біз 2,5 апта болды. Бұйыртса тағы бір 1,5-2 аптадан кейін 1 ай болады. Августтың 10-ы примерно 1 ай болады. Осы балапандар. Сосын мына жақта келетін болсақ, осы отсекке. Міне бұл отсек бізде былайынан құрылған. Бұлар қазір демалып жатыр, міне. Бір орнынан тұрмайды. Мына жаққа келетін болсақ, бұл жерде бізде көріп тұрсыздар. Бұл жерде бір уборка жасап алу керек. Бұйыртса кешкі жақын күн отырғаннан кейін осы жердің уборкасын жасап, әйерлеріне құм сеуіп, немесе зала сеуіп қоям. Себебі мына жаққа олар суға неге сондай песочный ванной принимать етеді. Так, міне көріп тұрсыздар, 4 тауық қалды, бұлар сатылып жатыр. Жұмыртқа туып тұр, таңертең 2 жұмыртқа туды, екеуін де алып алдым. Бұлардың әтеш қайда десеңіздер, қазір көрсететін боламын онда. Оның әтешін мен өзімнің жас 4 айлық балапандарыма қосып қойдым. Так, мына жақта адлер мен китайский шелковый. Бұйыртса достар, китайский шелковый мен адлерді бөлем. Бұйыртса Алла қаласа жақсылап тұрып қора жасайым. Кәдімгідей қылып. Бұлар енді китайский сәл-пәл әзірге кішкентай. Енді міне құйрықтар шығып, көріп тұрсыздар, міне енді жүнденіп жатыр. Енді бұйыртса әдемі болады. Бұларға летник пен зимний қора жасаймын. Енді әзірге емес. Осы алдыңғы уақытта деп отырғаным, сіздерге ескерту айтайын деп. Оқырмандарым болғандықтарыңыздан, достарым болғандықтарыңыздан, бұларды мен где-то күзде сабаққа барғаннан кейін уже 4 айлық балапандарым ол кезде 6 ай болады. Сол кезде бұйыртса жұмыртқа бере бастаса, солардың жұмыртқаларын сатып, кішкене сәл-пәл теңге жасап, осылардың қораларын реттейтін болам, қысқы қораларын. Ол кезге дейін бұлар уже 3 айға тақақ болады. Китайскиларым, адлерларым 4 айға тақайды. 4 айға келеді дегенде. Так, мына өзіме ұнамайтын балапандар да бар. Бірақ та міне мына қара балапан
және де мына бір полосатый кішкентай балапан. Екеуінің жастары бір, мысалы шелковый Адлер. Жоқ, шелковыйдың жасы 1 айға кішкентай. Адлер мен мына бір қара балапан жасы екеуінікі бір. Бірақ та бойы кішкентай қара балапан, сол себепті ұнамайды бұл маған. Бұлар міне әзірге осындай жерде тұр. Мына жер, ана жақтан, ана бір Адлер отырған жерден бастап мына жаққа дейін 5 метр. Осыны бұйыртса, мына жерден ба, осы жерден былайынан бөлем, 2,5-нан. И примерно қораны түсіндіріп кетейін. Қысқы осылардың қораларын 2,5 метр былайынан болса, на жаққа былайынан где-то 1 метр домик болады. Астын қазам, короче. Үстіне материал жіберем. Енді қаптайым. Кәдімгідей өйстіп қаптайым. Астын 50 сантиметрде қазам. Аяқтымда қазып тастаймын, короче. Будущий қораларын өйстіп қазам. Содан кейін астына не құям? Раствор құям. Міне мынандай типа раствор құям осындай. Міне мынандай қатырып тастайтындай, чтобы міне мынандай фундамент сияқты астына құйып тастаймын, грунтовать етіп. Ол не себептен десеңіздер, чтобы қыста жылы, жазда салқын болу үшін. Ол қалай десеңіздер, қазам, содан кейін бір 10 сантиметр ма, 5 сантиметр құям. Потом үстіне мынандай утеплитель бар, специальный метр 150 теңгеден, соны 2 слой тастаймын да. Потом үстінен опилка тастаймын. Сонда мынау былай болса 1:30 болады. Ана қазылған астымен жұмыртқалайтындары, қонақтайтындары болады. Мысалы, мына жерде Адлер тұрса, ана жақта шелковый дегендей, осы жақта 2 порода бөлініп тұрады, бұйыртса. Сол міне шелковыйлар мен тазағанды, кәдімгідей таза, көріп тұрғандарыңыздай. Мынандай құлақтардың түбінде көк нелер бар. Көк құлақтары, бұлар таза породистый порода білдіреді, породистый екенін білдіреді жалпы. Міне құлақтардың түбінде андай көк нелер бар. Мына менің өзімнің санаған расчетым бойынша мына жерде 1 атеш, 4 тауық шелковыйларда. Видео 6 минут болып жатыр екен. Осыны сіздерге түсіріп кетейін деп, Адлер мен шелковыйды уже 1 аптадай түсірмедім. Содан достар, мені қолдап, комментарий жазып, лайк басып, подписка жасап кетсеңіздер болады. Бұйыртса, алла бұйыртса, бір қыста күзде бір семейканы ойнататын болам. Конкурс сияқты. Бұйыртса күзде. Так что каналдан алыстамаңыздар. Көрем, мына жақтан темныйда менде темный ма, домашний ма тұр. Бір 2-3 тауық, 1 атеш ойнататын болам. Оны енді болашақта көре жатармыз бір 2-3 айдың шамасында. Қазір емес, 2-3 айдан кейін. Так, міне күрік тауығым. Содан кейін достар, видеоларда байқасаңыздар, мына бір далматинстер кішкентай болып жүретін. Бұлар уже міне кәдімгідей көтеріліп қалды. Бұлар рост жеп жатыр. Қазір обедке росттарын берем. Бізде сағат уже 3 болды. Енді бізде сағат 3-те күн ысиды. Бірақ күн ерте отырады. Ішінде 2 далматинец. Мұнда енді 13 болған 12 далматинец қалды. Біреусі өліп қалды. Сол күрік тауық мына бір басынан шоқып сағаннан. Осы 12-нің ішіндегі екеуі мынандай кішкентай. Қалғандары шүкір ақырындап нормальный. Қазір жемдерін түсіріп кетем. Кіміне қызықты, не жем беріп атсаң дейтіндерге. Жалпы бұларға 2 айдан бастап тез өсу үшін. Міне көріп тұрғандарыңыздай, сағат бізді ыстықтан бұлар понос етеді. Енді точно білмедім неден екенін. Алькарал, алисирал беріп отырам. Марганцовкасын бәрін беріп отырам. Оның өзінде де понос етеді. Іштері сұйық боқ жаман боқ. Сол. Бірақ та нормально, бәрі активный, бәрі жақсы. Міне күрік тауықтарға
сол 2 айдан кейін сол далматинецтарға бізге көп деген протеин керек, көп протеин. Ол бізде протеин деген не? Жалпы протеин деген бізде балапан өсуіне, салмақ жинауына, бойына көмектесетін зат. Енді мысалы протеин адамда да болады. Мысалы күш жинауға, качаться ететін адамдар протеин ішеді. Сол сияқты да балапандарға 2 айдан бастап обязательно өзінің тамақтарына, графиктарына протеин, белок, потом кормовой дрожжи қосасыздар. Оны мен бұрыннан білем. Енді сіздерге айтайын деп жатырмын, түсіндіріп қалай не қосатынын. Мынау бізде мясокос деген зат. Бұда 50% протеин бар. Мысалы, есептейсіздер, 25% кукуруза, 25% бидай, қалғанын мысалы осындай рыбакос, мясокос қоссаңыздар болады. Мясокос, мына жерде міне рыбакос. Рыбакоста 60% протеин, соевый шротта 45% протеин. Самый негізі жақсысы соевый шрот, сафлор емес. Самый жақсысы осы рыбакос, мясокос. Бүкіл кормовойларда доступный. Даже мен өзім қалан шетінде тұрсам да, біз жақта да бұл бар да, рыбакос, мясокос дейтін. Бұны көбісі түсінбейді, көбісі білмей жатады. Неғып береді, неғып керек дегенде сол балапандарға, тауықтарға және тауықтар линька болып жатқанда, арықтап жатқанда, жұмыртқа тумай жатқанда рыбакос, мясокос өте жақсы көмектеседі. Бірақ нормамен беру керек. Передозировка болып кетсе, тауық семіріп кетеді. Ал балапаннан передозировка болып кетсе, балапан тышқақтап қалуы мүмкін. Өзінің нормасымен есептеп бересіздер. Бір балапанға 3-4 грамм 2 айдан бастап, ал бір тауыққа 5-6-7 грамм. Тауықтың салмағына, денесіне қарай. Дәу тауық болса 7 грамм. 5-6-7. Сондай кормовой дрожжи, үлкен тауыққа 7 грамм, 2 айлық балапанға 3-4 грамм сол. 2 айдан асқан балапанға дегенде. Мына жақта жмых. Также мына жерде міне цельный жмых бар. Мына дробленый жмых. Бұда 35% протеин бар. Бұны да қосып берем. Ана жақта кормовой мел, көрсете кетейін. Міне мынандай росып беріп жатырмын. Осының бәріне рыбакос, мясокос, жмыхтың бәрін араластырып берем. Өзінің нормасы емес, 3-4 грамм. Мына жақта кормовой мел. Кормовой мел не үшін көмектеседі? Кормовой мелде 37% кальций бар. Содан 8% фосфат. Сондай полезный заттар бар. Менде бұның бәрінде тек қана кормовой дрожжи ғана жоқ, қалған бәрі бар. Так, бағана әне бір балапандарды прогулкаға шығарып болатынмын. Бәрі жерлерге жайып ұқыйлу әтешім. Так, енді бағанаға әтешті айттым ғой сіздерге. Міне айғайлап тұрған сол әтеш. Міне бұл әтешті міне 4-5 айлық балапандарым қасыма қостым. 4 айлық балапандарыма қостым. Енді бұйыртса өзімнің ойымша августтың соңында, сентябрьда оқу басталмай тұрып жұмыртқа беріп қалады деген ойдамын. Сол жалпы енді достар, сау саламатта жүзгенше сіздермен болған мен Ерал және Қазақстанда құс бағу каналы. Ауырмаңыздар, сырқамаңыздар, құстарыңыз көп болсын, пайдалы болыңыздар.